Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге сәбилерге арналған ортопедиялық жастықшаның тігілу жолын көрсететін боламын. Ол үшін үлгісін қағазға түсіріп аламыз. Мінекей, жоғарысы 30 см, биіктігі 23 см, төмені 25 см болады. Дөңгелекке дейінгі аралық 4 см, ал дөңгелектің диаметрі 7 см болады. Осылай үлгіні түсіріп аламыз да өзімізге керекті форманы сызып аламыз. Мен өзіме ұнайтын көбелек формасын сызып алдым. Дайын болған форманы қайшыменен қиып тастаймыз. Осылай аккуратно қиып аламыз. Ортасында дөңгелегін қиып алып тастаймыз. Дайын болды. Үлгіміз дайын болған үлгіні матаға түсіреміз. Осылай екі бөліп қиып аламыз. Басының сызығын осылай қалдырамыз, себебі тігуге қолай болады. Сонымен қатар мен осындай екі жұқа синтефонды қиып алдым. Екі синтефонды екі матаға біріктіріп тігіп аламыз. Себебі синтефонды тіккенде баланың басы қатты жерде жатпау үшін, жұмсақ болу үшін өте қолайлы. Екеуін қосып тігіп алдым. Зигзагпенен тігіп алсаңыздар да болады. Артып қалған синтефондарды аккуратно осылай қиып алып тастаймыз. Дайын болған матаны бір-біріне бетін қаратып, осылай инелермен бекітіп, или осындай зажимдармен бекітсеңіздер болады. Айналасын тігіп алып, өзіңізге қолай жерден ашық орын қалдырасыз. Осы қалдырған орныңыздан әдемілеп оңына қаратасыз жастықты. Осылай әдемілеп қаратып, ортасын тігіп аламыз. Ашық қалдырған жерден міне холлофайбер саласыз. Немесе қалауыңыз бойынша мақта салуға да болады. Салып болғаннан кейін ашық тұрған жерін аккуратно машинаға тігесіз, немесе қолыңызбенен тігіп қойсаңыз болады. Міне жастықшамыз дайын болды. Егер ұнаған болса, лайк, комментарийларыңызды қалдырып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше, хош сау болыңыздар.